Ал Павлодарда Республика жұртшылығының жағасын ұстатқан аты шулы әжейге сот үкімі жария болды. Жасы 70-ке жеткен әжей алаяқтық бабы бойынша 4 жылға сотталды. Ол бірнеше жыл бойы арзан бағаға пәтер сатып алғысы келген тұрғындарды алдап, мол пайда тауып отырған. Әжей газет бетіндегі жарнамадан үй іздеп жүрген адамдарды тауып, олардың сеніміне мықтап кіреді. Оларға өзінің 3 бөлмелі пәтерін сатпақ болады. Кейін пәтердің коммуналдық төлемдерін жабу үшін сатып алушылардан ақша алып, табанын жалтыратып отырған. Алдап арбап алған ақшаның көлемі әжептәуір. 2 жыл ішінде әжейдің тапқан пайдасы 27 мың ақш доллары мөлшерінде. Жиған терген тиыннан баспана аламын деп тақырға отырған тұрғындар сотқа шағымданады. Жарты жыл жалғасқан сот өз үкімін жария етті. Айта кетейік, сот үкімін тыңдауға айыптаушы мен оның туыстары қатысқан жоқ. Олар бақ өкілдерінің алдында жүзін көрсетуден ұялса керек. Қылмыстық кодекстің 177 бабы бойынша айыпталушыны 4 жыл бас бостандығынан айырып, мүлкі тәркіленсін, жазасын жалпы тәртіптегі түрмеде өтесін.